қазыналы қасиетті қарт Семейге келдік. Мұның құны 150 мыңнан бастап $1000, миллион теңгеге дейін кете береді. Қызымызда бар садақшы, немеремізде садақшы, семьямызбен семейде садақшымыз. Сұрмерген дейді мені. 20 аймақтан келді бүгін Семейге. 17 облыс, 3 қала. Астана, Алматы, Шымкент. Ұлттық құраманың мүшесісіз? Иә, ұлттық құраманың мүшесі. Жасыңыз нешеде? Жасым 16-та. 12 тұтам сары садақ шіреніп тұрып тартқанда деп кезіндегі біздің жыраулар жырлаған. Өзімді 65-тегі адамға сезінбеймін, өзім шамалы жастау сезінетін сияқтымын. Бұл жамбыға 2 рет тигізген өзіңіз дейді. Иә, өзім. Ассалаумағалейкум, армысыздар, қош көрдік. Біз қазыналы қасиетті қарт Семейге келдік. Осы жерге ат басын тіредік, ұлылар жеріндеміз. Бұл жерде Абай Мұхтар Шәкәрімнің ізі қалған, Бибігүл мен Розадай әншілердің үні қалған, ән атасы Әміренің жыры қалған, Шоқан мен Достоевскийдің достығы қалған, талай-талай ұлылардың жастығы қалған жер. Бірақ бүгінгі біздің міндетіміз сіздерге әдебиетті үйрету емес. Бүгінгі біздің жұмысымыз рекордты тамашалау, Қазақстан рекордын тамашалау. Қандай рекорд, не болып жатыр десеңіздер, сәлден кейін айтып береміз. Рекордтың мәні садақшылардың саны. 300-ден астам садақшы бір мезетте қорамсаққа қол салады, бір салғанда мол салады, адырнаны тартады, жақты майыстырады, садақ атады яғни. Мұнша көлемдегі 300-ден астам садақшы бір мезетте садақ ату, бұл бұрын соңды Қазақстанда болмаған. Яғни бұл дәстүрлі садақ ату екен, тағы бір түсіндіріп өтейік. Жалпы жарыс 3 нысана бойынша өтеді. 3 нысана бойынша сайысып жатырмыз. Біріншісі ол Түркия елінің халықаралық деңгейде мойындалған нысана, ол Пута нысанасы. Ол 70 метрдан оны ататын боламыз. Қосымша келесі кезеңде екінші дистанциямыз ол 60 метр қазақтың төл нысанасы, қалқан нысанасы. Және өзімізге ыстық, жақсы, өзіміздің сыртты елдерде де дәлелдеген нысана, ол жамбы нысанасы. Яғни біз оны аттың үстінде де атамыз, қосымша тұрыпта осы дәстүрлі садақ атуда сол нысананы пайдаланамыз. Ол қозғалмалы нысана, оны 30 метрден ататын боламыз. Және де бізде 4-ші дисциплина бар, ол дисциплинада командамен сайысады. Яғни 3 ер, 2 қыз бала бір командадан, бір өңірдің атынан намысын қорғайтын болады. Міне көріп тұрсыздар, күн райының қалай бұзылып тұрғанын, аспаннан шелектеп, нөсерлеп, жаңбыр құйып тұрса да, бұл қатысушыларға ешқандай кедергі жасап жатқан жоқ. Жарыс тоқтатылады деген әңгіме де болған жоқ. Егер сайыстың басқа түрі болса, біз көріп жүрміз, мұндай ауа райы қолайсыз болған кезде тоқтатылады. Бірақ мұндай кезде емес. Сондықтан да барлығы үстеріне, мына менікі сияқты судан қорғайтын шапан дейміз бе, киіп алып, сонымен садақ атып жатыр, жарысқа қатысып жатыр. Әрине, енді бұл жауынгерлердің құралы болғаннан соң 5 қарудың бірі болғандықтан, кезінде батырлар жауға шапқан кезде, садақшылар жасағы болған кезде ауа райы бұзылып кетті, бүгін соғыспаймыз демеген ғой. Сондықтан да әрине дұрыс, жарыс жалғасып жатыр, және ауа райы ешқандай кедергі емес. Нұрбек, қайдасың Нұрбек? Болмайды, олар ат болғаннан кейін, пожалуйста. Arkadaşlar ödememiz bakalım. Sen de bu açıyorsun. Adam. Tamam барам. Давай. Мынау дәл қазір
жамбы ату бойынша, 3-ші сайыс бойынша жекелей жарыс болып жатыр. Дәл осыдан кейін жамбы атудың командалық түрі болады. Қашықтық 30 метр, қозғалып тұрған нысанаға атып жатыр мергендер. Міне қараңыздар, әрқайсысы бірнеше оқтан атады. Яғни 30 метрден дәл тигізу керек қозғалмалы нысанаға. Жамбы дегеніңіз мынау. Осыны 30-40 метрден садақшылар қозғалып тұрған нысанды ату керек. Міне қараңыз, осылай кесіп өткен ғой жебемен. Бұл бұлай қозғалып тұрғанда оған дәл тигізу деген енді алыстан. Бұған да өнер керек, бұған да мергендік керек. Және де бұл садақшылардың бір ерекшелігі, бұл жаңа әлемдік стандарттағы садақтар сияқты көздейтіні жоқ. Демек, өзің түйсігіңмен атасың. Қол мерген деп айтады ғой. Міне, сондай бір шеберлік қажет. Мынау қателеспесем, бұл жамбыға 2 рет тигізген өзіңіз дейді. Өзім дейді. Бұл енді біз ауа райын көрдік. Жел соғып тұрды, жаңбыр жауып тұрды. Бұл нысана қозғалып тұрды. Сіз жанында тұрған жоқсыз 30-40 метрден. Қалай көздедіңіз, қалай тигіздіңіз? Енді көздедім, әрекет еттім, ал тигізу аладан біздер оқты жібердік, барымызша көздедік. Сол өте былай мықты спорт. Жұмыстан кейінде шаршағанды басады, мысалы. Біздер тек компьютермен жұмыс жасаймыз ғой. Өзім проектировщикпін еще. Сол мына жұмыстан кейін рахат аламын осымен атып, бір жағынан ата бергім келеді ғой. 300 садақшының 100-ге тартасы нәзік жан иелері. Қолдары қаншалықты жұмсақ болса, соншалықты қарулы. Кейбірінің садақша атануы бала кезіндегі бұзықтық тентектіктен басталған екен. Садақ атуды таңдағаныңыз қалай болды? Негізі былай қызығушылық бар ғой нелерде ол. Мылтық атқан кезде сондайда жақсы тигіземде, сондай нәрселер жақсы көрем өзім. Бала күнімізден ауылда ойнайтығымыз, рогатка атамыз бізде, қолдан жасап алатын садақтар болған. Негізі қызығушылық көп болды. Жамбыдағы оқтар жазып аламыз. Қазақстанда іздеген кезде көп болмады, ондай таба алмадым. Алматыда где-то бір 19-18 жылдары Алматыдан таптым садақ атып, бірақ енді Астанада тұрғаннан кейін қатыса алмадым. Осы 2 жыл бұрын Астанада көріп қап садақ ату дегенді. Ертеңінде сразу жүгіріп бардым да, сол жерден бастап кеттім. Содан әрі қарай кетті. Өзім жақсы көрем сондай кішкене. Жақындарыңыз, отбасыңыз қалай қарайды? Басында ұқпайтын, қазір енді кішкене болса да түсініп отыр енді. Өздері атпағаннан кейін, именно оңай екен, жеңіл екен, рогатка сияқты ата салады деп ойлайды да. Бірақ сосын кейін өзім кел енді бір рет болса да көр деп неткеннен кейін садақ тартып көргеннен кейін, атып көргеннен кейін қиын екенін сол кезде ғана түсінеді. Адам өзі бірінші атпай түсіне алмайды, қаншалықты қиын екенін. Сұрмерген дейді, мені Құдайға шүкір енді бірінші орыннан қалмай келе жатырмын. Бірінші, екінші орын основной. Былай нетеді, енді кішкене кімнен біледі енді мерген екенімді. Кішкене ер мінезді, ер қылықты қыз болғаннан кейін. Қатысушылардың арасында әлі мектепте оқып жүрген, десе де мергендігінің арқасында ұлттық құрамаға еніп үлгергендер де бар. Ұлттық құраманың мүшесісіз? Ұлттық құраманың мүшесімін. Жасыңыз нешеде? Жасым 16-та. Қашаннан бастап айналысасыз садақ атумен? Осы садақ ату спортымен негізі 2018 жылдан бастап айналысамын. Яғни осы спортқа келу жолында айтатын болсам, еркін күрестен басталған болатын. Осының барлығы сөйтіп еркін күреске барып жүргенде өзіміздің қаламызда, облысымызда қандай жарыстар ұйымдастырылатынын біліп отқаннан кейін, осылайша Байсерке ипподромында Азия чемпионаты болатын білдік жамбы атудан. Солайша өзіміздің спортшыларымызға қолдау білдірейік деген ниетпен барған болатын. Сол кезде жамбы ату өзім көзіме өте ерекше болып түсті. Содан бері қызығып, сонымен айналысамын. Демек, сіз 2018-ден бастап айналыссаңыз, қазір 16-та болсаңыз, 10 жастан бастадыңыз ба сонда? 10 жастан бастап айналысамын. 10 жаста болғанда мынау садақты мен байқап тұрсам, мына адырнасы өте қатты. Тарту қолыңызға қиын болмады ма? Негізі басында қиыншылдық алып келген, бірақ та уақыт келе өзім үйреніп кеттім. Осы киіміңіз бізді өте қызықтырды. Мынау мойныңыздағы тұмарыңыз, сырғаңыз, басыңыздағы тақия, оның барлығы күміспен әшекейленген, ол соншалықты салмақты, ауыр ғой енді. Осы киімнің тарихын жалпы айтып берсеңіз. Киім тарихы дегенде өзіңіздің қалауыңыз ба? Бұл менің қалауым болған. Сөйтіп өзіміз заказ беріп, осылай заказбен тіктіріп. Өйткені енді жарыстарға келгеннен кейін қазақша киім ол міндетті түрде киілу керек. Етіктен басталып бас киімге дейін түгел болу керек. Сондықтан да өзім осы костюмді қалап, осылай сатып алғанымыз бар. Біз сіз үшін қуаныштымыз, сәттілік тілейміз, армандарыңыз орындалсын. Рахмет. Жарыс түрлерінің ішіндегі, жалпы санаттардың ішінде ең қиыны қайсысы? Жамбы ма,
пута ату ма? Менімше мына осы қалқанның санасы, себебі бұл жаңадан қосылды ғой бізге, өзіміздің ата, өзіміздің баяғы жауынгерлік жолдарынан қалған қалқанның санасы. Жорықтардың арасында осы жарысып нетеді екен, сайысады екен. Сол бізге сәл нелеу болып тұр, кішілеу сияқты бізге жайлап үйреніп келе жатырмыз. Жақсы. Жамбыға бұрын үйреніп алдық, жамбыға әлдеқашан үйреніп алдық. Мына видеоға түсу үшін деп біреудің садағын сұрап алу өте қиын болды. Бәрінен сұрап шықтық. Әрине жарыс әлі жалғасып жатқандықтан ешкімнің бергісі жоқ. Ол жанының серігі, яғни жандарында ұстап жүрген негізгі құралы болғандықтан жарысқа қатысып жүрген ешкім садағын берген жоқ, бір кісі ғана берді. Оның өзінде тартуға рұқсат бермеді. Жай ғана ұстап тұр деді, болды. Себебі енді жарыс болып жатқаннан кейін босатып тастауы мүмкін, неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Ол енді сарыауыз балапанға ұстара ұстатқанмен бірдей ғой. Сондықтан да міне 12 тұтам сары садақ шіреніп тұрып тартқанда деп кезіндегі біздің жыраулар жырлаған. 5 қарудың бірі. Жалпы бұл садақ ең көне қарудың бірі әлемдегі. Бұл біздің жауынгерлердің құралы болғанын да білесіздер. Яғни жалпы жаяу әскер қазақта көп болмаған. Мобильділік үшін бізде ат әскері ғана болған көбіне, және садақшылар болған мергендер. Керемет қой. Мұның құны 150 мыңнан бастап $1000, миллион теңгеге дейін кете береді садақтың. Оқтары біреуі 10 мың, 15 мың, одан қымбат және. Жас ерекшеліктері әртүрлі. 60-тан асып кетсе де садақшы атанғандар да көп. Қай өңірден келдіңіз? Мен негізі Сырдың қыпшағымын, бірақ Шымкент федерациясының атынан келіп тұрмын да, сол жерде тұрам. Біраз болды көшіп келгеніме, сол Шымкент қаласында тұрамыз. Ата, жасыңыз нешеде? Жасым 65-те. Мен білмеймін, өзімді 65-тегі адамға сезінбеймін, өзімді шамалы жастау сезінетін сияқтымын. Бірақ енді азана кешке дейін садақ атуға бармын, мысалы да. Жаттығуларда, мысалы 4 сағат, кейбір кезде 3 сағат жаттығу жасаймын. Сол нәтижесі бар, Аллаға шүкір, қазір алған орындарым да бар, марапаттарым да бар біраз. Жарыс талабы бойынша бәрінің кигені қазақы ұлттық киім болғанымен, барлығы дерлік қара көздер десек өтірік болар. Өнер мен спорт ұлтқа бөлінбейді. Ал садақ ату әрі өнер, әрі спорт. Вообще я с 9 лет в национальных видах, именно конного спорта, КСКУ, жамбы ату. И вот как открылся Дастурля садак ату, начала вот потихоньку. Мы тренируем детей, а теперь и сами начали заниматься. В психологическом и физическом это целеустремление, это как бы желание, воля к победе, и как бы ты стараешься, и физическая подготовка у тебя улучшается, и психологически ты уравновешенный становишься, стабильный, то есть осознанно как бы спокойствие вырабатываешь, уверенность в себе. Өздеріңіз естігендей, әу баста садақшылар елімізде көп болмаған. Енді мына тәуелсіздік алғаннан бері айтамын да. Өйткені саясаттың салқыны тиген кезде көптеген төл өнеріміз, спорт түрлері, ұлттық ойындар кішкене жоғалып кете жаздады. Содан кейін тәуелсіздік алғаннан кейін қайтадан жанданып, енді қазір елімізде 5000-нан астам садақшы бар. Қазір көріп тұрғандарыңызда 100-ден жүйрік шыққан, артымызда 300 садақшы тұр. 20 аймақтан келді бүгін Семейге. 17 облыс, 3 қала. Астана, Алматы, Шымкент. Сол 20 аймақтан келген ең үздіктер келіп отыр бүгін адырна тартуға. Ал енді садақшылар, бұлардың ішінде 10 адам ұлттық құрама мүшелер, яғни алдымызда тұрған дүниежүзілік көшпенділер ойынына қатысады, ол 10 адам. Яғни олар мықтының мықтысы деген сөз. Балапан ұяда не көрсе ұшқанда соны ілмей ме? Және сынықтан басқасының бәрі жығады деп жатады. Сондықтан бір өзі ғана емес, садақшылар отбасы атанғандар да бар. Нау енді сізде садақшысыз, жолдасыңызда садақшы, балаларыңызда бізде садақ атамыз демей ме? Бар садақшы бізде. Қызымызда бар садақшы, немеремізде садақшы, семьямызбен семейде садақшымыз. Жарыс қалай болып жатыр және өзіңіздің күтетініңіз, өз нәтижеңіз қалай болмақ? Өте мықты болып жатыр. Өйткені 300 адам, мысалы 100 адамның ішінен іліп шығудың өзі біздің әйелдердің өзі күш болып жатыр. Өте жақсы, жастарымызда жақсы қарқынды дамып жатыр. Өстіп дами бергені жақсы бізге. Өте керемет. Тек жаңбыр ғана кішкене әсер етіп тұр. Жаңбырға қарап атқан жоқ. Өте қарқынды нетіп жатыр. Бабам менің ер жүрек, ел таныған көп жүрек.
ақсау түлкі толуғай, арғы тегім көктүрік. Өткеннің сақтап қаймағын, бүгінгі менің айғағым. Бір қараған көзге қарапайым ғана қару түрі болғанымен, жалпы бұның адырнасын тарту үшін де күш керек, қараңыз. Демек, қаршадай ғана қазақтың қыздары осыған күшін салып атып жатқан сәтте бұның қаншалықты қиын екенін және қыздардың қаншалықты ержүрек екенін түсінуге болады. Күні бойы нөсерлеген жаңбыр дәл міне марапаттау сәтіне келген кезде сап тиылды. Күркіреген жаңбыр басылғанмен дүркіреген көңіл тоқтаған жоқ. Егер топтық командалық жүлделерді айтатын болсақ, бірінші орында Батыс Қазақстан облысы, екінші орында Маңғыстау облысы, үшінші орында Ұлытау облысы иеленді. Командалық есепте солай болса, ал жалпы есепте бірінші орында Астана, екінші орында Қарағанды облысы, үшінші орында Батыс Қазақстан облысы иеленді. Дәл қазір мынау жерде марапаттау болып жатыр. Жүлделі орын алған қатысушылардың барлығы менің артымда қаз-қатар тізіліп тұр. Қазір оларды бірінші, екінші, үшінші орын алғандар үшін марапаттауға ортаға шақырады, медальмен, кубок табысталады. Және барлығы жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Көрдіңіздер, міне қатысушылардың барлығы да дән риза, жеңгені де, жеңілгені де. Жарыс деген дәл осылай болу керек. Әрине, ол сайыста достық жоқ деп айтамыз, бірақ біткеннен кейін барлығы дос, барлығы жолдас. Осымен міне дәстүрлі садақ атудан Қазақстан Республикасының кубогы де анықталды. Біз жеңімпаздардың барлығын құттықтаймыз. Ал орынға ілін алмағандарға шеберлігін одан сайын арттырып, болашақта жеңіске жетер деген үміттеміз. Жығылсаң жер көтереді дейді қазақта. Барлығына сәттілік тіледік. Жарқын күнде, жақсы күнде жолығайық және салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен шұғылданыңыздар.